Қалайсыңдар, қаларың қалай? Сендерді өзімнің каналымда тағы да көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі сабақ, яғни сіздерге бөлісетін деген тақырып, ол менде сенің өміріңе әсер ете алатын адам, яғни сенім туралы айтқым келіп тұр. И бұл формат кішкене ерекше болады, сразу айтайын, себебі бұл мені салыстырмалы түрде Қазақстандағы ең топ касса жинаған, прям қоғамда резонанс тудырған фильмдерге қысқаша тоқталып, сол арқылы осы бір тақырыпты ашқым келіп тұр. Сол себепті видеоның соңына дейін қарап, мен өзімнің ойларымды комментарияға жаза кеттік. Жалпы естеріңізде болса, осыдан 2 жыл бұрын бізде Бақыт деген кино шықты. Баян Мақсатқызының киносы, иә. Сол киноны көргендеріңіз бар шығар, иә. Үлкен бір проблемаларды бүйтіп көтерген, сондай бір шок алған, прям елдің бәрі бүйтіп қараған кинолардың бірі болды. Одан кейін бізде осы кезде ең хит болып жатқан, тоже жақсы касса жасап жатқан, маркетинг жақсы жүріп жатқан фильм, бұл бізде дәстүр фильмі, білесіздер, иә. Соңғы дәстүр фильмінің кассасы тоже жақсы болды. Мен көрдім, өзім барып кинотеатрдан барып көріп қайттым. Енді ойлап отқан жасы. Причем здесь дәстүр фильмі. Болмаса жаңағыдай Бақыт фильмі, иә, Баян Мақсатқызының оның не қатысы бар адамның өзінің сенімділігіне, жалпы не қатысы бар адамның, ол қалай ол адамға әсер етеді, ол фильмдер менің сенімділігіме, менің өсуіме, менің өмірімнің өзгеруіне ол қалай әсер етеді, оның қандай қарым-қатынасы бар деп ойлайтын болатын болсаң, дәл осы жерден мұқият қара, себебі бұл фильмдер когда-то бір қоғамда бір проблема болды, иә. Мысалы, Бақыт фильмінде әйелге деген әділетсіздік, әйелдің проблемалары көтерілді. Қарым-қатынастағы проблемасы, өзімен қарым-қатынастағы проблема, қыздармен қарым-қатынастағы әртүрлі қарым-қатынастарды көрсетті, бірақ актуальный темаларды жаңа қозғады деген, зор-зомбылық деген сияқты. Тура сол сияқты бізде дәстүр фильмінде ол жерде қыз балаға деген қоғамның қарым-қатынасы, қыз баланың дәрежесі, қыз балаға деген, әйел адамға деген құрмет, жалпы өмір сүру дағдысы деген сияқты сондай бір үлкен тақырыптар қозғады. Енді былай қарайтын болатын болсақ, бұл тақырып жайдан жай болған жоқ, ол бір қоғамда болып жатқан дүниеден ол туындады деген сөз. Енді осы жерде біз бір нәрсені түсіну керекпіз. Бұл тақырыптар қоғамда болып жатқан болғаннан кейін сол жақтан адамдар несін алып жатыр, өзінің идеясын алып жатыр деген сөз. Сол жақтан. Енді бұл идея, мысалы, Бақыт фильмі түсіру туралы идея Баян Мақсатқызынан бөлек қаншама режиссердің миына, жаңағы точнее продюсерлердің миына келді, олар оны ойламады дейсіздер ме? Олар оны ойлады бәрібір, иә. Одан бөлек дәстүр фильмінде бізде жаңағы ютубта ашып қарайтын болатын болсаңыздар бар ғой, Азик деген жігіт пятканың жаңағы мүшесі, күшті кісі ғой. Сол кісі мысалы подкасттар жүргізеді, әртүрлі қонақтар шақырады, әртүрлі тақырыптар сөйлейді деген сияқты. Енді қараңыздар, бұл жерде менің айтқым келіп тұрған мүлде маркетинг ешнәрсе емес, бұл жерде айтқым келіп тұрғаны, бұл дәстүр фильміндегі қозғалатын тақырыптарды басқа продюсерлер қозғағысы келіп, жасағысы келіп, бірақ ол нәрсені жасаған жоқ қой. Енді жасалған істің нәтижесі, дәстүр фильмі дейді, мына жерде дәстүр фильмі, және одан бөлек Бақыт фильмі деген, соған дейінгі оған дейінгі ол бір идея болды. Ол түсірілмес бұрын, оған актерларды подбирать етіп, кастинг жасамас бұрын, арнайы бір не болды? Арнайы бір идеология болды. Арнайы бір, мысалы, параққа сценарийлердің жазылған жартыламай бөлігі болды. Ол бір ұйықтап атқан кезде сол режиссердің болмаса жаңағы продюсердің бойына идея келіп, сөйтіп ол құрастырылып, ол бірден бүйтіп Бақыт бұл фильм болып шыға келген жоқ, үлкен касса жасап, болмаса дәстүр фильм болып шыға келген жоқ, ол детально бүйтіп дайындалып бүйтіп шықты да. Енді ол қайдан шықты? Ол соответственно адамның өзінің ойынан шықты. Яғни бұл жерде менің айтып тұрғаным, сенің өміріңе әсер ете алатын адам сен деп айтып тұрған себебім де сол. Себебі бұл фильмдердің шығуына адамның өзінің ішіндегі ой әсер етті, иә. Енді сол ой ары қарай неге ұласты? Сенімге ұласты. Яғни сенің қазіргі кезде жасап жатқан, сен қазір блог жасап жатқан болуы мүмкін, иә. Блог түсіріп жатқан болуы мүмкін, жеке брендіңді дамытып жатқан болуы мүмкін, немесе продажаға енді келіп, продажаны меңгеріп жатқан болуы мүмкін, немесе бір кәсіп ашып жатқан болуы мүмкін, иә. Немесе бір тіл үйреніп жатсың, бәрі сен нөлден бастап жатсың, саған идея келді, менде жақсы бір осы нәрсе, менде жақсы бір жұмыс жасайтын сияқты деген бір күшті ой пайда болды сенде, и сол нәрсені сен жасағың келеді. Енді осы жерде орталықта сені жаңағы А точкаңнан Б точкаңа жеткізетін, жаңағы дәстүр фильм сияқты үлкен бір қоғамға пайданы тиетіндей, иә, сондай бір үлкен бір жетістікке жеткізетін және ортадағы не? Сенім. Яғни сенің өзіңе деген сенімің, да, бұл жерден көрдің ба? Өзіңе деген сенімің, өзіңнің ойыңа, өзіңнің идеяңа деген сенімің сені қаншалықты деңгейде көтере алады, сені қаншалықты деңгейге жеткізе алатындығын мен үлкен тұлғалар арқылы көрсетіп тұрмын, да.
Баян Мақсатқызының бұл бірінші фильм емес әрине, бірақ та солға жақтағы сенім, сол бір режиссердің бір сенімі, идея тастаған Баян Мақсатқызының үлкен күшті фильм шығар. Бүкіл адамдар соны кәдімгі қарап, қоғамның өзгеруіне әсер етті ол фильм. Дәстүр фильмі де қаншама адамдардың, қыздардың дамуына, өсуіне кәдімгідей әсер етті. Себебі ақшаның болу керек екендігін, өз-өзіңе деген қарым-қатынастың мықты болу керек екендігін, жаңағы әйел мен ер адамның қарым-қатынасы қандай болу керек екендігін, қоғамдағы ащы шындықты күлдіп те жылап әртүрлі форматта олар көрсете алды. Яғни бұл фильм шықпас бұрын бұл біреудің идеологиясы болған, түсіндірсіздер ме? Демек сенімі болды. Сол сенді, сол нәрсені жасайтынына сенді. Содан кейін де біз сол сенімнің арқасында қазір дәстүр фильмін көрдік, бар екенін көрдік. Әлем танымаса да Қазақстан таныды. Мысалы, қаншама сол бір сенім, қаншама мысалы актрисалардың жолын ашты мысалы. То есть түсінтірсіздер ма? Бақыт фильмі де тура сондай. Бақыт фильміне түскен основной актрисаның өзінде қаншама жолын ашты. Біз Қазақстан в целый таниды. Яғни сенің бір ғана идеяң, сенің бір ғана сенімің, тек қана сенің жұлдыз болуыңа, сенің тек қана бір жетістікке жетуің емес, қаншама адамдардың жетістікке жетуін алып келеді. Сол себепті сенің қазір жасап жатқан ісің, мен айтатын едім, сенуіңді тоқтатпа деп. Сенім сол үлкен нәрселердің артында тұрған ең үлкен алапат күш. Мысалы, ағашты кескен кезде ағаштың тамыры деген бір үлкен жерге дейін жайылады ғой. Тура сол сияқты сенім, ол сенің тамырың. Я ол адамның көзіне көрінбейді. Я ол мүлдем сезілмеуі мүмкін, бірақ бір жетістікке жеткен кезде, ол бір нәтижесін, жемісін берген кезде, сеніміңнің күштілігі ол нәтижеге тепе-тең болады. Сенің жаңа қазіргі А точкаңнан Б точкаңға қазіргі деңгейіңнен сол деңгей, қалаған деңгейіңе жеткізетін дүние, ол сенің яғни сенімің. Сол себепті сен қазір түсінетін дүние сенім мықты болған сайын, сен өзіңе деген сенім мықты болған сайын, өзіңнің өміріңді өзгерте алатын мен, оны жасай алатын мен деген сенімнің күштілігі жоғары болған сайын, сен міндетті түрде мына өмірде өзіңнің қалағандарыңа максимально жеңілдіруге мүмкіндік болады. Мен ойлаймын, бұл саған бір вдохновление берді, сені бір шабыттандыра алды деп ойлаймын. Себебі біз көбінесе қалаймыз, бір үлкен адамдарды көреміз да, жетістікке жеткен адамдарды көреміз да, ойбай, ол жеткен нәрсені біз жете алмаймыз, анау мынау деген сияқты, оған жету қайда деген сияқты кез келген қарапайым адамның ойында болады. Бірақ біз бір нәрсені ұмытып кетеміз, сол бір жетістікке жеткен адам когда-то сен сияқты қарапайым адам болды на самом деле. Вот осы нәрсені, осы бір толчокты, осы бір смыслды, осы бір ойды сен өзіңнің ойыңда ұстап қалу керексің да. И сенің ішкі сенімің өшпейтін, ішкі сенімің соншалықты мықты болған сайын, өзіңе сенген сайын, сол ішкі сенімің сенің өміріңде де, басқа адамның да өмірін өзгертетін болады. Тура сол сияқты продажада сенің қазір жасап жатқан дүниеңді нөлден бастап жатқан кезде де, сенің мәселе сенің нөлден бастап жатқаның емес, қандай точкадан бастап жатқаның маңызды емес. Маңызды сенің өзіңе деген сенімің, өз-өзіңді ана Б точкаңнан сенің көре алуың. Сол себепті өмірді қиындатпай максимально жасауға, максимально әрекетін жасауға тырыс. Пайдалы болатын сөзіңнің ойың жазып кет комментарийға. Мен парақшамды белгілеп кетемін, парақшамның түрде тіркеліп кет. Пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі видеода кездескенше.